ағалары және де жан-жақтан келген қонақтар. Енді мен өзімді таныстырып кететін болсам, менің аты-жөнім Даражанов Исламбек Абдулахатжанұлы, Түркістан қаласының тумасымын. Түркістан қаласындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің интернатураның бірінші курс студенті боламын. Врач-интерн менің мамандығым болып есептеледі. Қазір таңда осы Forever компаниясына жұмыс жасап жатқандығыма 1 жыл болып қалды, Құдай қаласа. Енді сіздерді бүгін бұл жерге жинаудан мақсатымыз жалпы халықтың арасындағы профилактикалық іс-шараларды жоғарылату мақсатында, яғни профилактикалық аурулардың алдын алуды үйрету мақсатында жинап отырмыз. Енді біздің бүгінгі Шымкент қаласында алғаш рет ұйымдастырылып отырған Алоя күні деп аталады бұл күн. Яғни бұл күнде біз сіздерге не мәлімет бере аламыз? Сіздер бұл күні ағзаны шлактар мен әртүрлі токсиндерден тазарту туралы мәлімет аласыздар. Және де біздің бүгінгі негізгі тақырыбымыз қазір таңда мысалы білетін болсаңыздар, адамда өлімге ұшыратып жатқан аурулардың арасында ең жоғарғы нені статистика бойынша дәрежені алып отырған аурулардың несі жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, дұрыс па? Вот біздің бүгінгі негізгі тақырып осы жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары болып есептеледі. Яғни сол жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларының алдын алу үшін Forever компаниясының Cardio Health, Arctic-Sea, RG деген продукцияларын қалай қолдану керек? Яғни ол ағзада қалай әсер береді, механизмі қалай, функциясы қандай деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Және де ол мәліметті сіздерге жас терапевттер, мен Даражанов Исламбек және де Умаров Диор Арысбайданы беретін болады. Одан кейін осы продукциялардың ағзада қалай қызмет атқарып жатқандығын біз эксперимент түрінде сіздерге көрсететін боламыз. Және де ол продукциялардың дәмінде тартып көруге болады мына Алояның барысында. Ал олай болса уақыттан ұзбай бастайық. Ең алдымен бұл алғаш рет ұйымдастырып отырғандықтан Алоя күні Шымкент қаласында біз жалпы Алой туралы тоқталып кетсек деген ой болды да. Алой өсімдігінің қасиеті, жалпы ағзада қасиеті, ағзаға қандай әсер ететін туралы тоқталып өтетін боламыз. Яғни сол мәліметпен сіздерді таныстыратын жас терапевт, врач, интерн врач Умаров Диорды ортаға шақырғым келіп отыр. Армысыздар, тағы да білет. Сіздерді бүгінгі мынау бір керемет ауа райында сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгін Шымкент қаласында өте бір керемет бастама өз жұмысын бастады деп айта аламыз. Ден Алоя, яғни Алоя күні деген. Енді жалпы Алоя деп жатамыз, бұл табиғи өсімдіктің бүгінгі таңда атқарып жатқан жұмысы бірталай. Бірақ сондай сұрақ туындауы мүмкін. Яғни бұның сыры неде? Соншалықты қызмет атқаратындай, соншалықты организмге әртүрлі ауруларға нәтиже беретіндей, оның қандай қасиеті бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен қазір сол сұраққа кеңінен жауап беруді жөн көрдім. Жалпы Алоя өсімдігі біз бұны лилия тұқымдасына жатқызамыз. Биология несі бойынша бүгінгі таңда әртүрлі мәліметтерде әртүрлі жазған, кейбір мәліметтер 200 дейді, кейбір мәліметтер 400-ден астам түрі бар деп айтады. Ал енді жалпы тарихқа жүгінетін болсақ, осы Алоя өсімдігінің емдік қасиеті туралы ең алғашқы мәліметтер, әсіресе оның рецептурада, яғни рецепт түрінде жазылатын ең алғашқы мәліметтер осыдан 300 жыл алдын бізде болған екен. Ал оның жалпы табиғи және де организмде емдік қасиеті туралы алғашқы мәліметтер осыдан 5000 жыл алдын, ойлаңыздаршы, 5000 жыл алдын ең алғашқы мәліметтер жазылған екен. Енді жалпы бұл Алоя өсімдігі туралы айтылған дәрігерлердің, философтардың, ғалымдардың айтқан цитаталары, олардың көрсеткен результаттары өте көп. Солардың бір-екісіне тоқталып кететін болсақ. Яғни бұл жерде Сагаран школасының жазған несі Алоя жаралардың жазылуын тездетеді, онкология, яғни ісіктің жеңеді, көзді тазартады, ақыл ойды дамытады, естуді күшейтеді, шаш
түсуін тоқтатады, сондай-ақ асқазан бауыр қызметін жақсартады деп айтқан болатын. Егер Христофор Колумбтың айтқан нелеріне сүйенетін болсақ, адамның өміріне қажетті 4 өсімдік бар, табиғи. Олардың біріншісі ол бидай, екіншісі жүзім, үшіншісі зәйтүн және төртіншісі әрине алоэ. Бірінші өсімдік ол адам үшін қорек, бидай дәмді дақылдар ғой. Екінші ол адамның көңіл-күйін жоғарылатады деп айтқан. Ал үшінші бізде гармония бағыштайды адамға. Ал төртінші өсімдік әрине ол емдейді деп айтқан болатын. Келесі. Енді ислам діні жалпы адам денсаулығына өте қатты мән береді. Тіпті осы алоэ туралы мәліметтер Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистерінде де келген болатын. Яғни бұл Мұхаммед пайғамбарымыз осы өсімдікті қолданыңдар деп осындай кеңес өсиет беріп кеткен болатын. Енді бұл өсімдіктің сонау медицина несінде қолдануы Египет, Индия, Китай және Греция, Рим жазбаларынан да көруімізге болады екен. Яғни бұл кезде Египет халқы бұл өсімдікті растение бессмертия, яғни мәңгілік өшпейтін өсімдік деген атақ берген екен. Сондай-ақ бұны емдік мақсатта қолданған олар және де мәйіттерді бальзамдау мақсатында да қолданған екен. Енді алоэ десек, бәріміздің көз алдымызға ең алғаш рет мынау терезенің алдында тұратын алоэ келеді, ол сөзсіз. Мен айтып кеттім, бағана бұл өсімдіктің қазіргі таңда тіпті кейбір нелерде 2000-нан артық түрі бар деп жазған, өйткені әр жыл сайын бір жаңа түрі табылып отырады екен. Әр жыл сайын. Енді бұл жерде көріп отқанымыз ағаш тәрізді түрі бар. Әсіресе осыны біз үй жағдайында жиі өсіреміз. Ал енді өте бір емдік қасиеті жоғары сұрыпты дейміз ғой, качествосы өте жоғары, ол барбаденсис миллери деген сорт. Немесе барбаденсис вулгарис деп атайды екен. Бұның барбаденсис деп аталуы барбаденсос деген островаларда өскен екен, ең алғаш рет. Сондықтан осындай деп аталған екен. Енді бұл барбаденсис миллердің өзінің тағы 2 түрі болады. Ол бірінші түрі ол өте жай өседі. Ол даже 3 жылда бірінші отросттарын шығарады екен. 4-5 жылда ол өзінің деңгейіне жетіп, өзінің емдік қасиетті пайдалануға рұқсат болады екен. Ал екінші түрі ол тез өседі, тез отростық шығарады, но олардың құрамы, емдік қасиеті екеуінде де одинаковый. Келесі. Бұл сұрыптың тағы бір ерекшелігі тек қана ыстық алқапта ғана, температура 40-50-60 алқаптарда ғана өсіріледі. Көріп тұрғандарыңыздай бойы 1,5-2 метрға дейін, тамыры 35-40 метрға дейін кетеді. Суарылмайды, керекті заттарды сол тамыры арқылы бойына сіңіріп отырады. Және де 4 жылда өз отростықтарын түгел шығарып, және де емдік мақсатта қолдануға рұқсат беріледі екен. Енді қазіргі таңда осы алоэның осындай емдік қасиетін пайдаланып продукция шығарып жатқан компаниялар өте көп. Ол мейлі натуральный бат шығаратын компаниялар болсын, немесе ол лекарственный, аптечный препараттар шығаратын компаниялар болсын, өте көп. Енді осы жерде сұрақ туындайды, қандай бұл өнімнің мықтылығын несіне қарай таңдаймыз? Келесі. Forever Living Products компаниясының өнімдері немен ерекшеленеді? Басқа компаниялардан. Келесі. Ең бірінші сертификат. Яғни бүкіл бағанағы компаниялардың өнімдері арнайы тесттен өткізілгеннен кейін оның құрамында алоэ 100% бар ма, жоқ па? Краситель бар ма, жоқ па? Оның упаковкасы табиғи неге дұрыс сай келе ма, келмей ма? Міне осындай критерийлерді ұстана отырып, бүкіл дүниежүзілік алоэ ассоциациясы өз сертификатын береді. Бұл ассоциация негізінен 1979 жылы негізі қаланған.
және де ең алғаш осы сертификатты алған ол Forever Living Products компаниясы болатын. Келесі. Бүгінгі таңда жалпы дүние жүзінде плантациялардың 90% осы компанияға тиесілі. Яғни плантация Аризона штат, Америкада, Мексикада, Американский республикада плантациялары бар. Бұл жерде ешқандай гербицид, пестицид деген заттар қолданылмайды. Келесі. Тек өзінің кожурасын, өзіне сеуіп отырады. Енді алояның шамалы несіне строениясына, құрылысына келетін болсақ, сыртқы мынандай кожурасы болады. Яғни бұның құрамында алоин деген зат болады. Бұл өте былайша айтқанда қауіпті зат, өйткені адамда аллергия шақырады. Біріншіден, екіншіден ішектің стіркену синдромы шақыруы мүмкін. Бұл алоин деген зат. Сондықтан анау үйдегі тесттен өтпеген алояны сарапкадан шығарып қолдануға болмайды, никак болмайды. Ал ішінде мынандай гелі болады, яғни бүкіл минералдық зат, витамин, аминокислот бәрі осы гельге жиналады. Ал мына сыртындағы кожурасына ол сырттағы шаң, былайша айтқанда қорғаныштық қызмет атқарады. Компания оны шығарып алатындағыны өзіне былайша айтқанда минералдық зат ретінде сеуіп отырады екен. Келесі. Бұл компанияның негізгі продукциясы алоэ вера гель деген, яғни сол бағанағы ортасында мияқтының бұлай продукция есебінде шығарылған түрі болып табылады. Бұның басқа нелерден ерекшелігі, біріншіден мына упаковкасына келетін болсақ, 3 қабатты, ішіндегі өнім таза болса, егер сыртындағы несі упаковкасы нашар болса, ол іштегі өнімге обязательно әсер етеді, ол сөзсіз. Компания биополимерден істелінген, яғни табиғи, бұны егерде ішіп болғаннан кейін жерге көметін болсаңыздар, ол шіріп кетеді. Ал біздегі мынау баклажканы шіру үшін қанша жыл керек? 100 жыл ма? 100 жыл керек. Келесі. Компанияның продукцияларына өте көп тесттер жүргізілген. Бұл жерде негізгі нені мен қойдым. Яғни Нью-Йорктағы осы арнайы продукцияларды зерттейтін орталық Forever Living Products компаниясының алоэ вера гелін зерттеп, 100% халыққа қолдануға рұқсат деген өзінің разрешениясын берген болатын. Келесі. Енді мен бір 100 рет айтқаннан бір рет көру керек дейді ғой халқымыз. Мен айтып атқаным мына бір бейне материалда барлығы қамтылған. Яғни мына сок алоэ вера гель, натуральный фреш, мына өсімдіктен мынаған дейін қандай этаптармен келеді, қандай еңбектермен келеді, неше түрлі, қандай тесттер жүргізіледі, қандай экспертиза жүргізіледі, барлығы мына видеода қамтылған. Назарларыңызды аударуды сұраймын. Бір рет башы.
Енді бұл алоэ вера гелдің құрамына кішкене тоқталып кететін болсақ, бұл өнімнің құрамында 200-ден астам минералдық зат бар. Оны тізіп айтатын болсақ, біріншіден 30 минералдар. Ішінде кальций, феррум, фосфор, марганец. Организмде клетканың метаболизміне қажетті барлық минералдық зат бар. Ол бір. Екіншіден 12 витамин бар. Бұл жерде Б тобының барлық витаминдері, ретинол, А витамин, аскорбиновая кислота және Е витаминдері бар. Келесі ол алоэ вера гелді көбінесе гастроэнтерологиялық ауруларда бірден результат беріп жатады. Оның сыры неде? Өйткені бұның құрамында табиғи энзимдер бар. Энзим ол фермент. Организмдегі түскен бүкіл тамақ, ол белок, май, көмірсу болсын, барлығы ферменттердің көмегімен не істейді? Ыдырайды және ең соңында қанға сіңіріліп отырады. Мінекей, алоэның құрамында бұл ферменттердің табиғи энзимдер бар, яғни табиғи ферменттер бар. Оның ішінде амилаза, брадикинин, брадикининнің қабынуға қарсылық әсері бар, липаза, каталаза деген ферменттер бар. Келесі, бұл бактериоциттік қызмет, яғни организмдегі антигендерді жояды. Ол вирус болсын, бактерия болсын, ол грибок болсын, осы нелерді организмге түскен антигендер, яғни организм оны танымайды, соны жойып отырады екен. Оны істейтін қандайда? Ациманнан және де каризин деген. Ол қалай істейді? Ациманнан, яғни бұл жерде макрофаг деген бізде клеткалар бар. Негізінен адамның иммунитеті үлкен екі топқа бөлінеді. Клеткалық деңгейде қарастырамыз және де гуморалдық деңгейде қарастырамыз. Клеткалық деңгейде бізде иммунитетімізге жауап беретін олар не? Т лимфоциттер, Б лимфоциттер, макрофагтар. Ал гуморалдық деңгейде біздің иммунитетке жауап беретін олар антителалар және комплементтер болып табылады. Енді қараңызшы, ациманнан именно макрофаг клеткаларды активнесін жоғарылатады. Ол деген сөз макрофагтардың жұмысы жоғарылап жатыр деген сөз. Ол деген сөз не? Ол түскен антигендерді бұрынғыдан жақсы жойып жатыр деген сөз, былайша айтқанда. Екіншіден, каризин деген құрамындағы зат, ол именно вирусқа қарсы әсері бар және де бұл жерде Т лимфоциттердің, именно Т киллерлердің жұмысын жоғарылатады екен. Келесі. Осы процесті организмде болып жатқан осы иммундық жүйенің, яғни раковый клеткаларды қалай өлтіреді, соны мынандай бір бейнематериалда көретін болсақ. Яғни бұл жерде Т киллерлердің негізгі қызметі, киллерді білесіздер ғой, не істейді киллер? Өлтіреді. Точно тигізеді киллер, біздегі Т киллерлерінің қызметі дәл сондай. Мінекей мынау қан, яғни бұл жерде эритроциттер көріп отырмыз, мынау лимфоциттер. Именно Т лимфоциттер бұлар. Мынау эритроциттер. Яғни, мысалға міне бір вирус келді, Т лимфоцитке отырды, қараңыздар. Оның сразу несін қойып жүреді. Қараңыз. Вот, уже диагностика етті мына вирустың. Яғни, цитотоксин бөледі. Именно сол вирустарға қарсы әсер ететін. Мысалы, мынау раковый клетка. Вот, Т лимфоцит келді. Қалай өлтіреді қараңыздар. Вот, өзінің аппаратын қондырады денесіне. Вот, уничтожает. Яғни бағана цитотоксин мынаның оболочкасын құртады. Раковый клетканың. Вот, организмнен өйстіп
оптимизация болып отырады. Негізінен қазіргі таңда отырсыздар ғой, мына организмде қаншама раковый клеткалар негізі пайда болып жатыр. Ол раковый клетка деген өзі клетканың митоздық деген бөлінуі болады. Вот осы митоздық бөліну егерде шамалы ауытқып кететін болса, ол уже былайша айтқанда бөлінуі бақылаудан шығып қалады, раковый клетка пайда болады. Ал оны біздің иммунитет вот мынандай жойып отырады, яғни макрофагтар өйстіп жойып отырады. Егерде бұл иммунитет жұмыс істемесе, макрофагтар бізде Т келелер жұмыс істемесе, немесе қалай айтамыз, жасушаның бөліну бақылаудан шығып кетсе, онда онкологиялық аурулар осыдан келіп шығады. Вот, мысалға мынау Т келелер, мысалға қазір мына жерде ең соңында жақсымен көрсетіп кеткен. Яғни цитотоксинді бөлу арқылы, мына айналасында түгелі зақымдалған жасуша деп алатын болсақ, ортада мына Т келелер тұр. Т келелер біреу ғана. Вот, қазір ол цитотоксин бөледі, и айналасында зақымдалған жасушалар қалай өледі, мысалға. Соны көретін боламыз. Вот цитотоксин бөлді. Вот пораженный клетканы дәл өйстіп өлтіреді. Егерде ол қаруланған болса, өз қызметін дұрыс атқара алса деген сөз ғой. Біз оны бір сөзбен иммунитет жоғары болса деп айтамыз, но оның астарында осындай мән жатады. Келесі. Алояның бұдан басқа бактериоциттік қызметі бар деп айттық. Яғни бұл жерде оны істейтін барбалаин, изобарбалаин деген заттар бар екен. Соның есебінен ол бактериоциттік қызмет көрсетеді екен. Келесі. Енді біз бүгінгі тақырыпқа оралайық. Яғни организмді артық шлактардан, токсиндерден тазартудағы осы алояның рөлі қандай? Біріншіден, мен бұл нені бастамастан бұрын жалпы бір сұрақ қойып келіп отыр. Мысалға қазір көп жағдай кездеседі, мысалға бастарыңыз ауырса, кейбір белгісіз себептен. Не ішесіздер үйде? Сұрақ аудиторияға. Не ішесіздер? Цитрамон, немесе аспирин. Одинаковый группа, аспирин ішесіздер, не істейді бастарыңыз? Басылады ма? Басылады. Ал енді осы жерде логикалық тұрғыдан қарастыратын болсақ, значит, басыңызға аспирин жетпей тұр, сіз аспирин іштіңіз, басыңыз басылды. Солай ғой? Солай ма? Ал медициналық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл күлкілі. Ол басқа аспирин жетпегеннен ол головная боль болуы мүмкін емес. Енді сіз дәл осы немен, яғни симптомдық терапия жүргізесіз. Ал енді бұның причинасы қайықтан жатыр? Себебі не? Оның не үшін бас ауырып жатыр деген сұрақ. Например, мен қазір терезені ашамын, аудитория салқындайды. Салқындайды, аудиторияны жылыту үшін отопленияны күшейтеміз ба? Или терезені жабамыз? Не үшін? Өйткені причина терезе ашық. Вот дәл сол сияқты. Яғни бұл жерде бүгінгі таңда америкалық медициналық нелер осы өте жоғары дәрежеде қолға алып жатыр. Яғни этиотропное лечение. Этия деген этиология, причина заболевания. Ал симптомдық терапия бізде әлі бар. Яғни аурудың симптомдарын жою арқылы жүргізу деген сөз. Ал енді мен жауап берген болар едім, бағанағы бас ауру ол организмде самоинтоксикацияның әсерінен. Яғни организмнің өз-өзін интоксикациялау әсерінен болып жатыр деп айтқан болар едім. Не үшін? Бұл көп нелеріңізге күлкілі болуы мүмкін, бірақ та біз оны дәлелдейтін нелер бар. Келесі. Оны дәлелдейтін. Так, стоп қойып тұр. Біріншіден, бұны дәлелдеместен бұрын сіздерге шамалы түсініктеу болсын, ас қорыту жүйесіне шамалы тоқталып келетін болсақ. Яғни, жоқ, видеомыз. Яғни, ауыз арқылы біз тағам қабылдаймыз, Вот, қалай қабылдаймыз, онда көрсетіп. Вот, тамақ жедіңіз.
арқылы асқазанға түсіп жатыр. Мына жерде сфинктер деген болады, чтоб жеген тамағыңыз қайтадан артқа кетіп қалмау үшін, вот жабылды, көрдіңіз ғой, жеген тамағыңыз артқа кетпейді. Мынау желудочныймен араласады, вот қорытылады, көрдіңіз ғой, сіңірілмейді бұл жерде. Ол түседі тағы не істейді? Мына жерде ұйқы безі және өт өз неден бөледі, және тонкая кишка өтеді. Осы жерде высасывание, яғни сіңіру, вот бұл жерде ұйқы безі өз ферментін бөледі, и өт бөледі. Вот ішінде тонкая кишканың мынандай ворсинкалар болады, таза ворсинкалар, ворсинканың құрылысы. Ішінде қан тамыр болады, и сол қанға сіңіріледі солай. Міне қанға осы алып түседі, қорек затымыз, мысалы глюкоза. Ал қалған қалдық зат илиоцекалды клапан арқылы вот тоқ ішекке түсіп жатыр. Бұл тоқ ішекте су сіңіріледі, витаминдер бөледі, слиз бөледі. И ары қарай тік ішек арқылы үлкен дәреттен шығады, қалдық зат. Бұл қалыпты жағдайда болатын процесс. Енді мысалға сіздер әр аптада сыртқы күтімдеріңізге душ қабылдау арқылы теріңізге тазалық бересіздер. Ал ішкі организмге ондай тазалық берілмейді. Ойындаймыз ғой, аптасына 2 рет тазалау ол мүмкін емес. Қараңыздар, мына жерде ворсинкалар арқылы сіңіріледі, қоректі зат, и қанға өтеді. Егер де осы ішектің функциясы бұзылатын болса, ол қандай фактор ол белгісіз, ол әртүрлі фактор болуы мүмкін. Келесі. Мына жерде қараңыздар, мына пленка түсіреді. Көрдіңіз ба? Пленка түсіреді. Келген қоректі зат не істейді? Не істейді? Сіңірілмейді қанға. Вот қараңыздар. Қанға сіңірілмейді, обратно кетеді. И одан кейін сіз мынандай жағдайда ішкен дәріңіз, витаминіңіз, минералдық затыңыз бесполезно. Эффект ноль. Өйткені қанға түспей жатыр, деген сөз, клетка оны алмай жатыр деген сөз. Егер де организмде бағанағы процесс жалғаса беретін болса, вот мына жерде скопление түзіледі. Яғни каловый шлактар түседі, тоқ ішегіңізде мынандай. И ол түзілгеннен кейін не істейді? Өзінен токсин бөле бастайды. Вот, это называется самоинтоксикация организма. Яғни организмнің өз-өзін улауы деп айтылады. Қалыпты жағдайда сіз күніне 3 рет тамақтанасыз. 3 рет тамақтанасыз. Егер де сізде мына ворсинкалар, бағана мен көрсеткен ворсинкалар 100% таза болатын болса, сіз күніне 3 рет үлкен дәретке шығуыңыз керек. Оған дәлел айтамын. Жаңа туылған новорожденный, анасын емгеннен кейін 20 минуттен кейін үлкен дәрет шығарады. Потому что организм чист. Ал бізде тіпті апталап үлкен дәретке әрең не алатын адамдар бар, Бұл жай қаралуы мүмкін, бірақтан ертең үлкен проблемалардың причинасы болып табылады. Келесі. Енді осы жайлы көптеген америкалық ғалымдар өз информацияларын беріп кеткен. Мына жерде Норман Уокер деген бұл патолог анатом, яғни адам өлгеннен кейін оған скритер жасайды, чтоб қойылған диагноз дұрыс па деп. Вот осы кісі айтады, қанша мынау, 10 мың ба, 100 мың ба? 100 мың скритер жасаған кезде олардың 10% ғана дейді сау кишечник болады екен. 10% ғана. Көрдіңіз ба? Кишечник это дренажная система организма, но если с ним неправильно обращаться, то он превращается источником токсинов, которые распространяются по всему организму, деп Уильям Хинтер деп айтып кеткен екен. Бұл да мен бағана айтқан процессті, мен айтқан бағанағы сөзімді дәлелдеп тұр. Келесі. Енді қараңыздар, мынау здоровый кишечник, оның бөлімдері болады, мынау соқыр ішек дейміз, жоғарылаушы, көлденең, төмендеуші, сигма тәрізді және тік ішек. Ал енді оның бір бөлігі зақымданатын болса, өзінің функциясын дұрыс атқармай жатыр, Вот сол жерде функция бұзылатындағына организмде уже
вот расширенный кишечник отравляет организм, яғни самоинтоксикация деген бұл отравление. Келесі. Міне, мына көріп отырғандарыңыз скопление отходов кишечника. Көрдіңіз ба? Яғни скопление болып организмнен шығарылған үлкен дәреттің көрінісі осындай болады. Келесі. Бүгінгі таңда Америкада негізгі проблема ожирение. Олар өйткені фаст-фуд, гамбургер деген өнімдерді көп қолданады. Статистика өңдейтін болсақ, 61% халқы осы артық салмақтан зардап шегеді екен. Осыны Лос-Анджелес, Калифорниядағы Кэрол Портер былай деп айтады. Яғни организмде артық салмақтың жиналуының негізгі причинасы ол не дейді? Организмнің скоплениясы дейді. Яғни организмде қалдық заттардың жиналып қалуы деп айтады екен. Келесі. Сіз үйіңіздегі мұсырды сыртқа шығарасыз, мұсырды, бір ай алып кетпесінші. Не болады мына мұсыр? Алдына жақындай алмаймыз, Вот организмде де осындай процесс. Көрдіңіз ба? Міне, мысалға, мұны көлденең бөлігінде жиналды ма, бағанағы фекальный масса, оны істейді, ол уже жиналғаннан кейін оның өзінің ауырлығы бар ғой. Вот, толстый кишечник оны көтере алмайды. Не істейді ол? Төмен қарай түседі. Көрдіңіздер ме? Вот, төмен қарай түскеннен кейін ол іш брюшной полосқа давление береді. Қысымды жоғарылатады іш қуысындағы. Ол жерде уже өтте, простатада және маткада қысым жоғарылайды. Осыдан ауру келіп шығады. Ал енді бізде адамдар келеді простатамен. Аға сізге бірінші ощущение жасау керек болса, простатаның кишечникке не қатысы бар дейді. Міне. Барлық мәселе нәрсе жасайды. Көрдіңіздер ме? Келесі. Вот, бұл әйел кісінің брюшной полоста, мынау матка, мынау тоқшек. Бағанағыдай процесс егер болатын болса, организмде, әйелдерде, вот кишечный инфекция, және де маткадағы проблемалардың барлығын келіп шығу осыдан. Көрдіңіздер ме? Бұл еркек кісінің ерекшелігі бар. Еркек кісілерде қараңыздар, мынау тоқшек простатаға және қуыққа өте жақын орналасқан әйел кісіге қарағанда. Сондықтан мына процесс ер кісілерде тез дамиды. Ер кісілерде бағанағы давление беретін процесс тез дамиды. Осының әсерінен мынау ағзаны яғни давление беретіндағыны еркектерде простатит, бесплодие және де сексуалдық ненің төмендігі осыдан келіп шығады. Причинасы. Келесі. Енді организмде жиналған бағанағы қалдық зат скопление шығарылады ол. Қалай шығарылады? Ол жиналып тұра бермейді ғой, организм өзінен шығарып тастайды оны. Нелер арқылы деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірінші кишечник арқылы. Мен бағана көрсеткен, көрдіңіз ғой, скопление, қандай отходтар. Вот дәл сондай отходтар арқылы организмдегі кишечник шығарып отырады. Ол бірінші жолы. Екінші жол, ол бауыр арқылы шығарылады. Бауыр білесіздер, организмде фильтрлік қызмет атқарады, яғни қандағы барлық қажетті заттарды сүзгілеп, фильтрдан өткізіп отырады. Оның организмде істейтін қызметі вообще ауыр деп айтсақ болады. Оны біз организмнің клиникалық лабораториясы деп айтамыз. Вот, организмде бағанағы интоксикация болғаннан кейін бауырға қосымша күш түседі. Яғни екінші отходтардың екінші шығу жолы бауыр арқылы шығарылады. Ол қалай шығарылады деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен бұның симптомдарын айтқан болар едім, бас ауруы. Ол не үшін? Бас ауруының бауырға не байланысы бар деген сұрақ туындауы мүмкін, Вот қараңыздар. Бауыр нагрузкамен жұмыс істеп жатыр. Яғни өзінің бірінші қызметін дұрыс атқармай жатыр. Қанды тазалау қызметін. Значит, қан толық таза шықпай жатыр. Қанның толық таза шықпауының бірінші жауап беретін орган ол ми. Өйткені миға бірінші кезекте глюкоза қажет. Вот, ми айтады бауырға, былайша сіздерге қарапайым тілде түсіндірейін. Қанды дұрыс фильтрация алмай жатырсың деп айтады былайша айтқанда. Бұрынғыдай фильтрация болмай жатыр деп. Оның қандай симптоммен көрінеді бізге? Головная боль. Келесі.
яғни үшінші шығару жолы ол бүйрек арқылы шығады. Осыдан бізде бүйрек инфекциялары, пиелонефрит, тағы не уретрит, бұл отходтардан тағы бүйрек арқылы шығарылғаннан кейін несеп тас ауруы секілді немесе тұздардың жиналуы деген проблемалар болуы мүмкін. Ал келесі ол өкпе арқылы шығарылады. Бізде халықта бір жақсы сөз бар. Аузынан жаман иіс шықса, асқазанында проблема бар ма дейді. Дұрыс айтылған сол сөз. Қараңыздар. Организмде бағанағы тоқшекте скопление болғандықтан, яғни калорий масса дұрыс шығарылмағандықтан, ол өкпе арқылы төртінші жол шығарылады. Яғни бағанағы калорий массаның иісі бізде өкпе арқылы шығарылып отырады. Яғни аузынан жағымсыз иіс шығуы бұл осыдан. Түсінікті ба? Яғни бағана калорий массаның төртінші шығу жолы болып табылады. Келесі. Ең соңғы шығу жолы ол кожа, тері. Например, псориазбен келетін адамға очищение жасақ, очищение организмін тазалау керек десек, терінің тағы айтады тоқшекке не қатысы бар. Вот, барлық мәселе ағайындар жерде. Яғни бесінші шығу жолы ол тері алқалы. Ол қалай білінеді? Псориаз, экзема, витилиго деген аурулардың негізгі источнигі, яғни мынау отходтардың бесінші шығу жолы болып табылады. Түсінікті ма? Түсініп жатырсыздар ма? Жауап қайната салыстырып жатыр ма? Келесі. Енді бұны қалай шығу жолын айтайық, самоинтоксикацияны қалай жоямыз? Қараңыздар, мынау бағана жиналған калорий шлак деп алатын болсақ, мынау алоэ вера гельді қолданған кезде организмде қандай процесс жүреді? Міне алоэ вера гель, ол мына калорий шлакты полный өзімен бірге алып шығып кетеді. Қалай? Құрамында не бар? Сапонин. Сапонин деген зат жылдар бойы қалыптасқан мына калорий шлакты, анау ыдыс-аяқ жуасыздар ғой, көбіртіп жуасыздар ма? Вот майды алады, майды түгел алады, ыдыс-аяғыңыз тап-таза болып шығады. Вот мен дәл сондай мысал келтіремін, бұл жерде сапонин ол көпіргіш зат. Алоэның тағы бір сондай несі бар, көпіргіш. Құлай не алатын болсаңыздар, көпіріп тұрады. Ондай көпіргіш өсімдіктер организмде өте көп, то есть табиғатта. Бірақ негізгі проценті көп алатын алоэ болып табылады. Вот бағана көпіргіш зат сапонин. Мына жерде калорий шлакты как ферри сияқты тазарып шығарады. Вот здоровый кишечник. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Бұл действительно осындай бола ма дейтін, көрейік как экспертиза жүргізіп. Осы экспертиза жүргізу үшін мен ортаға біздің осында ден алоэ құрамдастығының консилиумының эксперті болып сайланған интерн врач, болашақ терапевт, болашақ нефролог, МКТУ университетінің 6-шы курс студенті Далажанов Исламбек шақырды. Жалпы қазір Диор түсіндіріп отырған процестің, яғни жүруін қалай жүреді ағзада, соны сіздерге кішкентай көрсетіп өтіп кетейін. Енді ең алғаш өзіңіз перчатка киіп алайық, қолғап деп айтады. Өйткені бұл жерде химикатпен жұмыс жүреді. Өйткені қолды зақымдап алмау үшін. Ең алдымен біз жүргізетін екі бұл йод және калий перманганаты. Яғни біздің тілмен айтқан кезде марганцовка деп айтамыз, барлығымыз білетін үйде розовый цветта болатын, вот сол. Енді ол үшін не істейміз? Мысалы, 2 стакан алайық. 2 стаканды аламыз, мына баклажкадағы кәдімгі су, өзіміз ішіп жүрген қарапайым су. Вот, енді соны мен 2 стаканға құямын бөліп. Баған айтты ғой Диор, барлық аурудың несі келіп тағалатыны бұл жеп ішкен ағзаның қоректенудің, адам ағзасының ішектердің жаңағы әртүрлі нелері шлактармен жабылуынан деп отыр. Вот сол шлактың біз мысал ретінде енді біреуіне марганцовка, екіншісіне йодты алдықта мысалы енді кәдімгі ішекті алып көрсету мүмкін емес қой, сондықтан мысал ретінде осыларды ұйымдастырып отырмыз. Йодты ашып, біреуіне йод, екіншісіне марганцовканы құямыз.
мысалы мынау қараңыздар, түсі сары цветте, иә. Тура осыны мысалы ішек деп алайық. Адамның ішегі. Енді екіншісіне марганцовка. Өзіміздің ішіп қолданып жүрген алоэ вера гель. Енді бұның құрамындағы бағана айтқан сапонин жаңа ішектерді қалай тазартып жатыр, иә? Вот соны көретін боламыз. Бағана түсі қандай еді, қазір қандай? Жаңағы йодты құрамындағы сапонин қалай тазартып жіберді? Тура бағана басындағы құйған су өзінің цветінде, иә? Түссіз болып. Енді екіншісі марганцовка. Марганцовка. Енді оған сотты құяйық. Не үшін құйдың мынау? Мынау розовый цвет еді бағана, дұрыс па? Енді судың өзінің цветі. Құрамындағы сапонин тазалап отыр. Марганцовканы да, бағанағы йодты да. Ағзада да тура солай бағана отырған шлактарды, ворсинкалардағы тура сол сапонин жібітіп, жұмсатып ағзадан шығарып отырады екен. Барлығыңыздың ішекте тура сол процесс жүреді. Сондықтан мына алоэді күнделікті рационнан үзмеу керек деп айтамын. Енді мысалы жаңағы айтқан жас бала, 20 минуттан кейін үлкендер ет жауып. Ал бізде жүреді 1 апта болып бармағанда 2 апта. Жиналып жатыр, сіңіп жатыр өзінің токсин, жиналады, сіңіп жатыр өзінің токсині. Мынаны ішіп отырыңыз, таза күнделік жеген ішкен витаминіңіз, сіздің жеп жатқан алмаңыз, жүзіңіз барлығы дұрыс сіңірілетін болады. Вот мына продукция рационнан үзілмеу керек. Барлығыңызға соны как нұсқау ретінде, как рекомендация ретінде айтып отырмын. Рахмет. Керемет рахмет. Ал құрметті ағайын, енді біз денологияның 3-ші бөліміне келдік. Яғни бұл қонақпен кездесу деп айтылады. Яғни осы өнімдерді қолданып, қазір біз ортаға осы өнімдерді қолданып, өз ауруынан нәтиже алған тек қана Forever компаниясының продукцияларымен, өз ауруынан нәтиже алған адамдардың аузынан еститін боламыз. Ол үшін ортаға өз денсаулығын жақсартып, бүгінгі таңда компанияның бизнесін құрап отқан Forever Limprovitase компаниясының бүгінгі таңда автопрограммасын орнап отқан менеджеріміз, біздің спонсорымыз, біздің осы жерге келіп, осы компанияға келуімізге себепші болған кісіні ортаға шақырамын. Қаналиев Әуез аға. Әуез аға, өзіңізде болған нәтижені айтып өтсеңіз. Рахмет, ассаламу алейкум. Шүкеттіктер барлығыңдар. Бүгін мына қуанышты, өте қуанышты ден алоэ мынандай продукциялармен эксперимент өткізіп көрсетіп бере жатқандығы. Барлығыңдар мынаны қазір көріп өткендей, мен өте қуанып отырмын, мынандай жігіттер жақсы дайындаған екен. Мен бұл компания келуінің себебі өз денсаулық артында келген. 16 жылда, 2,5 жыл бұрын, бүгінгі күнде 2 жылда 2 жыл 7 ай болды. Осы компания келуінің себебі мен денсаулық артында келген. Мен дәуленім қан қысымын көтеріліп кете береді. Аптектің дәрісін алып ішіп көрсін, түсіп кетеді, орнына қойып. Мен дәуленім нормальный келген Vital 5 өнімін ішіп отырып, мен күшті әсер алдым. Vital 5 деген қанның ішіндегі холестериннен жойып отырып дегенде қазір мен осыдан кейін мен түсініп отырып, мұның қалай жойылуы керек, қалай екенін.
Osының артында қазір давлением 80-120. Қазір жасым 54-55-ге келген болса, қазір маған 18-25 жастағы күшім қайтса десем адамдар сенбейді. Сенбегені мен осы продукцияның артында осы суықты ішіп Вайтупия деген өніміміз бар. Ішінде 5 Нобелевский премия алған продукция. Соның ішінде алойның соқы, RG, Artixi, Deli, Active Prebiotic осыланы ішіп отырып, мен организмді өте күшті очищение өткізіп отырып, қазіргі кезде маған давлением жас жігіт кезінде күшім қайтып отыр. Енді тағы да айтып кетерім осыны, сөз беріп қалғанда пайдаланып қалайын. Осыдан бізде активатор деген продукциямыз бар екен. Осының артында мен көзімнің қазір без очки оқып, көріп, жазып жүрмін. Көзім көрмей болған. Оны сенсеңдер, сенесіздер, сенбесеңдер, тағы да бір өзіңдер білесіздер. Потому что мен басымдан өткізгеннен кейін сіздерге мен айтып отырған активатор, вижн деген соқтарым бірге осында қосып, очищение өтіп отырып, мен осындай күшті қазіргі кезде мен бұны қазір маған Құдайның өзі жеткізген деп ойлаймын. Рахмет. Барлығында. Қазір тағы да сұрап отырған екен, мұнанда қуанышының ішіне сыймай отырғаны, мен осы бір жыл бұрын сахардың ауруына жолығып қалдым, сахарым 28-ге шығып кеткен. Мен шокқа түсіп қалып, докторға жүгірдім, бәрібір де осы тәсілге не дегенде бардым, алдым, дәрісін ішіп отырып, өзіміздің Forever Living Products компаниясының консилиум бойынша продукциясын ішіп отырып, қазіргі кезде менің сахарым 6, мені 3-4 айға өтті. Бүткіл сахарының продукция химикатқа жоламай, осыдан мен қазір нормальный жүрмін. Рахмет Ауыз аға, біздің Ауыз ағаңда былайша айтқан кезде ағзада қандай жүйе болатын болса, барлық жүйе бойынша несі бар өзінде, результат бар, нәтижесі бар. Өйткені өзінде көрді нәтижесін, соның арқасында осы күні, дәл бүгін күні осындай дәрежеге көтеріліп отыр. Жүрек қан тамыр жүйесінен бар, өзінің сок жағынан, очистка жасау жағынан результаттар бар, жаңа айтып кетті, көз жағынан, офтальмологиялық жағынан, одан кейін сустав жағынан проблемасы, сахарный диабет, яғни эндокринологиялық жағынан. Былайша айтқан кезде бүкіл ағзасында нәтижесі бар. Біз сіздерге нағыз, үлгі премия ретінде көрсетуге болады. Живой пример, любой адамға көрсетуге болады. Енді бүгінгі негізгі тақырыпқа тоқталатын болсақ, жалпы жүрек қан тамыр жүйесі деп айттық. Соның сол туралы жалпы статистика, кішкентай аурулар туралы, өйткені біз не болғандықтан, дәрігер болғандықтан, сол аурулардың статистикасы туралы Умаров сіздерге айтып кететін болады. Болашақ кардиолог, арғарай сол жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларын алдын алуға қай продукциялар қолданылады, сол туралы айтатын боламыз. Ал мынау шарамыздың негізгі бөліміне келіп деп ойлаймын, өйткені кардиология саласы маған өте қатты ұнайды. Жалпы осы медицина жолына түсуіме себепші болған сала бұл. Енді бүгінгі таңда мына статистиканы көріп отырмыз ғой, ишемическая болезнь сердца дейді. Негізгі бүкіл ВОЗ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жүргізген статистика бойынша бүгінгі таңда бірінші орында тұр. Жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары. Біз бүгінгі тақырыпты алуымыздың себебі де осы еді. Ал екіншісінде инсульт тұр. Келесі. Енді біріншіден тоқталмас бұрын жүрек қандай жұмыс істейді. Мен соған тоқталуды жөн көрдім. Міне кеуде қуысында орналасады, жүрегіміз. Миокард дейміз, бұл жүрек қабаты өзінің нелері бар, қан тамырлары. Мынау 4 неден тұрады. 2 қарымша, жоқ, 2 қарымша, мінекей, желудочек дейміз, и 2 предсердиясы болады. Мына клапандары, вот сіздер айтады, міне клапан. Көрсіңіз ба? Клапан. Міне 3 жармалы дейміз, мынау 2 жармалы дейміз, мына аортаның клапаны. Вот қараңыздар, қалай жүріп жатыр процесс. Өкпеден келеді қан, то есть өкпеден қан келеді, и сол қарымшаға түседі. Аорта арқылы үлкен қан айналым шеңберіне кетеді. Үлкен қан айналым шеңберінде жүрек тканға барады, бүкіл метаболизм өтеді тағына, венозды қанға ауысады да, міне венозды қан келіп жатыр. Сол оң жүрекшеге, и ол оң қарымшаға түседі тағы, міне өкпе артериясы арқылы өкпеге кетеді. Өкпеден не істейді? Газ атымен жүреді, газ алмасу процесі. Сырттан кислородты қабылдайсыз,
Ал бағанағы венозный кровьпен келген нені соека көмірқышқыл газын сыртқа шығарасыз. Қайттан кислородқа қаныққан қайттан сол процесс жалғасады. Сол жүрекшеге, сол қарыншаға, одан аорта, үлкен қайналым шеңбері. Осы арқылы, яғни бізде насостық қызмет, жүректің негізді қызметі насостық қызмет болып табылады. Яғни мысалға, егерде сіз трубадан суды жай ғана жібере салсаңыз, давлениемен бармайды, яғни гүлдеріңізді дұрыс суара алмай қаласыздар, толық бармайды. Ал енді соған мотор қойып қойыңызшы, насоспен ұратын. Қалай болады? Су давлениемен барады. И ең соңғы негізге дейін жетеді. Яғни ол жерде гүл қоректенеді. Бұл жерде дәл сондай процесс. Яғни мынау жүрек давлениемен қанды айдайтағыны бүкіл тырнағыңыздың ұшына дейінгі қанша миллиардтаған клеткаларға қажетті глюкоза, қоректі заттар жеткізіп отырады. Негізгі организмдегі негізгі ағза деп атаймыз. Так, келесі. Енді құрметті ағайын, бізде осы кардиология саласында Forever Products компаниясы өте керемет продукциялар істеп шығарған. Мен ең бірінші осы компанияға келген кезде маған қызық болды, тек кардиологиялық салада қолданатын продукциялармен таныстым. Ол кезде олардың атқарып жатқан функциясы, олардың құрамын көріп, мен просто былайша айтқанда таң қалдым. Өйткені компания соншалықты істеп қойған продукцияны организмде болатын биохимиялық процесстерді ескере отырып құрамын жасаған. Сіздер қазір оны өз құлақтарыңызбен тыңдайтын боласыздар. Яғни RG плюс деген продукцияны бізде тоже врач-интерн, терапевт, қазіргі таңда интернатура 6-шы курс, Рыспай Дана түсіндіретін болады. Құрметті қонақтар, менің аты-жөнім Рыспай Дана. Сіздерге Forever компаниясындағы ең мықты продукцияның бірі, әсіресе жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларында қолданылатын ең мықты продукция RG плюс деп аталатын продукцияны түсіндіремін. Яғни бізде RG-ді медицина ғалымдары ең бағалы продукция деп аталады, себебі құрамында L-аргинин деп аталатын аминокислота бар. Яғни оның әсер ету механизмі қандай? Ең бірінші 4 әсер ету механизмі бар екен. Бірінші әсер ету механизмі қан қысымын төмендетеді. Қан қысымын қалай төмендетеді? Жаңа де айттық, бізде ауыз арқылы, мысалы, RG-ді ішеміз. RG-дің құрамында L-аргинин бар. Ол өңешке түседі. Одан кейін асқазанға барады. Асқазаннан кейін аш ішекке барады. L-аргинин мұнда жүр. Және де бізде кірпікшелер бар. Осы L-аргинин кірпікшелер арқылы сіңеді. Одан кейін арада тамырлар бар. Ол міндетті түрде тамырға өткеннен кейін L-аргинин тамырдың қабырғасынан азот оксидін бөледі. Азот оксидін бөлген кезде тамырдың қабырғасы кеңейеді. Ал егер бізде тамырдың қабырғасы кеңейетін болса, артериялық қан қысымы деп аталатын ауру бар, жаңа авезаға шалдыққан, артериялық гипертензия деп. Сол аурулардың барлығы жойылады. Қан қысымы төмендейді, давление түседі. Екінші әсер ету механизмі ол физикалық күш береді. Қалай физикалық күш береді? Бізде қанмен L-аргинин келатыр. Жаңаде ең алдымен ең бірінші жүрек бұлшықетіне күш береді. 4 камерадан тұратын. Жүректің бұлшықеті әрбір бұлшықеттік ткандерден тұрады. Ал енді мынаны үлкен түрде көрсететін болсақ, әрбір ткан өзінде клеткалар болады. L-аргинин келді тамырмен, бұлшықет тканіне келді, одан кейін клетканың ішіне кіреді. Клетканың ішіне кіргеннен кейін бізде карбон қышқылын жоғарылатады. Креатин деп аталады ол қышқыл. Егер клетканың ішінде креатин жоғарылайтын болса, бұлшықеттің ішіндегі клетка энергияға тола болады. Энергияға толғаннан кейін жүректің қызметі жоғарылайды. Сонымен қатар келесі суретте бізде жігіттерде бұлшықетті өсіретін қасиеті бар екен осы карбон қышқылының креатинінің. Үшінші әсер ету механизмі бізде соматотропты гормонды
жоғарылатады. Яғни қалай жоғарылатады? Ана жерде гипоталамус, гипофизарлы жүйе орналасқан. Міне, гипоталамус, гипофизарлы жүйе. Бүкіл гормонды, денедегі бүкіл гормонды реттеп отыратын орталық болып табылады. Яғни, эларгинин ішкеннен кейін, осы жерге тамырмен, мұнда тамырмен эларгинин келіп түседі. Одан кейін бізде соматотропин деп аталатын гормон бар. Оның деңгейін жоғарылатады да, ол барып сүйекке барады, и сүйектің ұзаруы пайда болады. Сол кезде бізде сүйек ұзарып, адамның бойы өседі екен. Одан кейінгі қасиеті ерлерде потенцияны жоғарылатады. Оны қалай жоғарылатады? Бізде жыныс мүшесіндегі барлық қан тамырларын барлығын кеңейтеді. Кеңейткеннен кейін ол жерде қан айналымы жақсарады. Ол жерге қанның құрамындағы оттегі көп барады, и ол жерде потенция жоғарылайды. Сіздерге жалпы осы аржи өнімі көбінесе қазіргі таңда көп отыратын гиподинамиямен жүретін адамдарға жиі керек болып табылады. Сонымен қатар бізде қазір физикалық жаттығулар ең қажетті. Соны бізге фармакадемияның түлегі Төлбасы Дана түсіндіреді. Жаңа мен басында айтқан едім, продукциялардың дәмін тартып көретін боласыздар еді. Бүгінде кім жаңадан бірінші рет келіп отыр, қол көтерсінші? Бірінші рет келгендер қол көтере берсін, жоғары. Жоқ, продукцияның дәмін көрмеген адамдар да болуы мүмкін аржидің, мысалы, иә? Вот. Енді қазір сіздерге бір кішкентай 2 минут сабыр ететін болсаңыздар, мен сіздерге барлығыңызға аржи таратып шығайын, иә? Суға қосып, иә? Одан кейін бағана айтқан 1 сағаттан бері отырсыздар, гиподинамия болып жатыр, уже ол да бір аурудың себебі болуы мүмкін, иә? Сол себепті ары қарай бір қызықты неміз болады. Мына аржи, иә? Бағана айтқан аржи, мына ішінен алынған. Кәдімгі парафин. Порошок түрінде болады ішінде. Бұны жақсылап араластыру керек, өйткені порошок білесіздер түбіне отырып қалады, тумба сияқты, иә? Стерильный, я? Я стерильный упаковка мен шыққан. Кім бірінші келді? İşe veriniz. Birinchi rет bo'lmasa da hali tatib qolgan odamlar bo'lsa Жак, дай мне, пожалуйста. Ажар, бежа. Ешкім ішпеген сияқты. Мынау қыз ғой. Просто сен қолыңа шийтіп алады. Мынау қыз ғой. Ішпеген жігіттер
Kimge жетпей қалды? Ha, versene şimdi. Осы бірінші отырады. Дәмі қалай жалпы? Дәмі қалай жалпы? Соңынан ішуге болады, мына жерде қалды. Бәрімізге жетеді. Оған еще жаңағы Эларгиннен басқа құрамында жаңағы малина бар, клубника бар, клюква бар, сосын не бар? Мангустин бар, сондай приятный фруктылардың бәрі, ең мықты фруктылардың бәрі құрамында қосындысы бар да, сондықтан тәтті, өте керемет. И ең мықты антиоксиданттар бар бұл құрамында. Енді ары қарай Дана қызымыз орта ашып сіздерден бір кішкентай бір көңілдеріңізді көтеретін бір өзінің ұйымдастырған іс-шарасы бар, ол соны бастаса. Саламатсыздар ма? Мен Данамын. Кішкене андай болып қалған шығарсыздар, иә? Денелеріңіз бір андай болып шырасын қазір менімен бірге. Кәнекей, біреуіміз жас, кәрі демейміз, бәріміз бірге іске асырайық. Кішкене бір үй жаттығуында сидящий работа дейді ғой, қазір көбісіңіз отырып жұмыс істейсіз, иә? Соған қарай, жаңа қан айналымы деп жаңа терапевтердің көбісі айтып кетті да, сол қан айналымына байланысты болады екен. Яғни біз көп қимылдамаймыз, жұмысымыздың бәрі отырып істегендіктен, біз бір орында тұрсақ, жаңа біз жүрегімізге де барлық қан айналымымызға да ауыртпашылық тигізетінбіз. Сондықтан кішкене менімен бірге ілесіп отырамыз. Тұрыңыздар, тұрамыз, екі қолды қоямыз. Қалай шамал болса да сергіп, көңіліміз көтеріліп, жүрегімізде шамалы ағзамызда қан айналым жүріп қалып тұрса, иә? Енді тағы да бір күшті результатпен сіздермен бөліскіміз келіп отыр. Бізде ойламаңыздар, қазір таңда барлығы өзіне жұмыс істейтін адамдар деп жаңа результат алып. Өйткені барлық кісі осы продукцияны қолданып, результатын алып, ары қарай өзінің жұмысын атқарып кеткен кісілер көбісі, иә? Соның ішінде Әділ ағамыз бар, иә? Әділ ағамыз ортаға шақырайық, осы именно жүрек қан тамыр жүйесінен өте жаңа операция болып, одан кейін осы продукцияны қолданып, содан қазір таңда керемет результат алып тұрған кісі. Саламатсыздар, құрметті партнерлар, жаңадан келген азаматшалар, біздің спонсорлар. Осы компания кірген маған 3 ай болды. Бірінші айда кіргенде менің спонсорым қандай бір арасынан, оны бағана көрдіңіздер. Осы кісінің мен айтқан несіміз
совет дейміз ғой. Осы white tank алып іштім, бір ай көлемінде. Ол жерде барлық продукция бір айға шығды. Оны білсеңіздер керек, істеңіздер анық. Мен өзім 2012 жылы операция алғанмын. Маған стент қойған, бір стент. Сол кезден бастап мен жылына 2 рет больницада жататынмын. 5 дәрі ішемін күніне. Сол 5 жыл көлемінде баяғыны Конкур, Принесса, Аторис, Кардиомагнил соланы ішіп жатқанмын күніне, әр күніне. Сөйтіп, осы 3 ай бұрын осы компания кіргеннен кейін Әуез аға маған айтты, осы кардиохирургтен ар жеңі қосып ішіп отыр деді. Содан қосып мен жақында соны бастадым. Құдайға шүкір қазір маған дәрі ішіп жатқан жоқпын. Bir ай болды уже. Одан кейін оған қосып қазір таңда матчаст молоко өзім неде оқып көрдім. Одан кейін сұрасам өте қатты жәрдем берді. Сол қазір 3% ішіп отырмын. Құдайға шүкір пока ешқандай менде қан қысымы, давление деген нәрсе жоқ. Өзім жақсы сезініп жатырмын. Өте қуаныштымын. Әуез аға рахмет. Үлкен спонсор Айгүл Дулат ағаларыңызға рахмет. Мен айтатыным, осы продукцияларын қолданып болады екен. Так что сіздерге мен айтатыным үмітім, осы продукцияны қолданыңыздар. Барлығыңызға рахмет. Ахмет аға, мен жалпы бұл кісінің кеше ғана естідім. Біз осындай ұйымдастырып жатқан екен. Ішінара осындай результаттарды іздестірдік, өзімізден болған жақсы деп. Сол кезде осы кісінің историясын естіп мен таңғалдым. Өйткені инфаркт миокарда алғаннан кейін антиагреганттарды қолданбай 100% наған өту, ол мен айтқанмен болар едім, бұл кардиологияда үлкен бір взрыв. Түсінесіз ме? Үлкен взрыв. Өйткені ИБС өткізгеннен кейін ондай дәрілік препараттарсыз жүру бұл өте керемет результат. Құрметті көрермендер, біз келесі бөлімге ауысамыз, келесі продукцияға ауысамыз. Жалпы кардиология саласында бір не бар, қауіп фактор деген бар, фактор риска деп айтамыз. Яғни біз ондай адамдарды ертең, например, давление болып қалуы мүмкін, ертең бұл кісіде ИБС болып қалуы мүмкін, ертең бұл кісіде инсульт болып қалуы мүмкін деген қауіпқа аламыз да. Ол қандай кісілер? Біріншіден дислепидемия деп айтылады бұл кардиология саласында. Яғни организмде май алмасуының бұзылуы. Ол біріншіден артық салмақ, семіздік, екіншіден холестерин деңгейінің жоғарылауы организмде. Және осының салдарынан бізде тамырлардағы атеросклероздық бляшкалардың түзілуі, осы холестерин деңгейінің жоғарылауынан. Яғни ол жай қан тамырларды, перифериялық қан тамырда болса ол артериялық гипертензия шақырады, жүректе орналасса ол ИБС, ал ми қан тамырында орналасса ол инсульт деген проблемамызды келтіріп шығарады. Осы аурулардың алдын алу мақсатында біз қазір ортаға экспертімізді және де осы Артикси деген продукциямен таныстыратын кісілерді ортаға шақырамыз. Дадажанов Исламбек, Спайнтан. Артиксимен кәдімгі аптекадағы лекарственный рыбий жир деп айтылады ғой, балық майы. Осы екеуін тәжірибе көрсетемін сіздерге. Енді бұл екеу ағзада жаңағы қалай тазартады жалпы сосудтағы холестериннің деңгейін. Соны бұлай как сіздер живой көре аласыздар қазір. Енді бұл эксперимент где-то 10 минут уақыт алады жүру үшін. Сол себепті мен эксперимент бері қарай жүргізе беріп, сіздерге дана толығымен тереңден Артикси туралы айта береді. Жарай ма? Олай болса бастайық. Артикси бұның құрамында омега-3 және де омега-9 деп аталатын май қышқылдары бар. Яғни олар организмге енгеннен кейін қалай қызмет атқарады. Және де бізде ислам айтып жатқан атеросклерозды бляшка қалай түзіледі. Соған тоқталатын болсақ, бірінші атеросклерозды бляшка түзілу үшін бізде тамыр болады. Тамыр оның бірыңғай салалы бұлшықеті повреждение болады. Яғни зақымданады. Сол кезде бізге липидтер келіп, мұнда келеді да жинала бастайды. Майлар жиналады. Екінші кезеңде зақымдалған жердегі майлардың деңгейі жоғарылайды. Үшінші деңгейде
бетінде покрышка дейді ғой, қақпақ сияқты пайда болады. Төртінші деңгейде бұл барады да үзіледі. Үзілгеннен кейін бұл бар миға барады. Мысалы, миде бар немесе, мидағы тамырларға барады да бітейді. Инсульт пайда болады. Бұл барып үзіліп барады да жүрекке. Жүректің сыртында орналасқан коронарлы артерияларға барып тұрып қалады и инфаркт болады. Яғни бізде артикси қандай қызмет атқарады? Организмге енеді. Бүкіл организмге енген зат тамыр арқылы құрамындағы омега-3 мен омега-9 келеді да, мұндағы липидтердің былайша айтқанда бөліп алып бар, езбейді оны. Мына жерге барады да, осы жерде ыдырап жібереді. Егер кішкентай болып ертетін болса, ол барып, одан сайын микроциркуляция арнасы бар ғой бізде, кішкентай капиллярлар орналасады. Соларға барып бітеп қалады. Сондықтан оның әсер ету механизмі осы жерде, былайша айтқанда, шашыратып жібереді. Атеросклерозды бляшканы. Әсер ету механизмі осылай. Қазір өздеріңіз көресіздер эксперттер. Енді мен атеросклерозный бляшка, яғни атеросклероз табақша ретінде пенопласт бар ғой, кәдімгі барлығыңыз білетін мысақ, соны алдым. Енді біреуінде күнделікті мысалы аптекадағы ревизюді мен 5 дана салдым, 5 штук кәдімгі, Ислам тесіп тесем. Ал мынау біздің кәдімгі өзіміздің Forever'дің Arctic бірақ бір штук. Енді мен тефалдағы суды құйдым, баклажкадағы емес, өйткені ағзамыздағы температура жылы болады. Енді Arctic бұл ағза түскеннен кейін еру керек, ішінде капсула болады, білесіздер сыртында. Сол үшін мен оны шамалы тесейін, араластырып сіздерге тезірек болу үшін. Қазір қараңыздар. Ішінде екеуі бірдей пенопласт. Ақпақ тұр дұрыс па? Ішінде бірдей пенопласт. Енді қазір где-то бір 5 минут, 7 минуттың ішінде осы пенопласты, яғни атеросклерозды бляшканы артиксимен былайша қалай жібітеді ағзада. Екеуін араластырып керек, өйткені ағзада қан айналып постоянно жүріп тұрады, айналып тұрады сол себепті. Ішінде пенопласт бар ма? Пенопласт бар ма ішінде? Мынаның кәдімгі түрінде, жаңағы аптекада ревизия. Пожалуйста. Ағзада қалай жұмыс істейді? Бұл енді артиксин тағы бір айтып кететін жері, тек қана сіздегі жаңа қан тамырдағы холестеринді бляшкадан тазартпайды, одан басқа көзде проблема болатын болса, суставтарда проблема болатын болса, бас ми қан тамырларында проблема болатын болса, мигрен деген, яғни бас сақинасы деген ауру бар. Басты айналдыра қысып ауыратын. Вот осындай ауруларында алдын алып орнайды екен осы продукцияны, пожалуйста. Күнделікті рационға бұны как сіздер ауырған кезде ғана ішу емес, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген мақал бар бізде, вот ауырмайтын жол іздеп, мынаны күнделікті рацион қосып қойыңыздар, ұсынамын. Енді ары қарай біздегі соңғы продукция, жалпы негізгі продукция жүрек қан тамыр жүйесіне жүрекке қосымша энергия беретін Cardio Health деген, Nutra Q10 деп айтылады. Енді бұл не үшін Q10 деп айтылған, ол ағзада қалай әсер етеді, ол қалай энергия береді жүрекке жалпы. Инфаркт кезінде қалай көмектеседі, инфаркт алғаннан кейін қалай көмектеседі, алмай тұрып қалай көмектеседі, сол туралы Марфтеор сіздерге түсіндіріп өтеді.
Жалпқан оқыстарына қалай? Жалпы қалай өтіп жатыр? Бізде бүгін бірінші рет болғандықтан сіздердің біз жайлы пікірлеріңіз өте маңызды. Пайдалы ақпараттар алып жатырсыздар ма? Онда біздің бүгінгі недегі мақсатымыз орындалып жатыр деген сөз. Онда жалпқан болмасаңыздар, қазір сіздермен бір биохимияның сабағын өтеміз. Өтеміз ба? Келіңіздер. Так, кардиохелп, яғни бұның құрамында коэнзим 10 болады. Құрамында коэнзим 10 болады. Енді организмде коэнзим 10 бар. Вот, компания соны мына продуктының ішіне қосқан. Енді Q10 деп қысқартып айтамыз біз оны. Q10 организмде қандай қызмет атқарады? Біріншіден, гомоцистеиннің деңгейін контрольда ұстайды. Гомоцистеин. Ол не? Гомоцистеин біз қазір биохимияға шолу жасаймыз. Сіздер қазір тыныш болсыздар, дем алып жатырсыздар, бірақ организмде 200-ден астам биохимиялық процесс жүріп жатыр. Жай ғана отырсыздар, организмде қаншама процесс жүріп жатыр қазір. Соның бірі синтез креатина болып табылады. Яғни бұл кезде бірінші бұның 3 этаптан өтеді. Бірінші ол бүйректе өтеді. Бұл жерде аргинин деген аминокислота глицинмен қосылатындағаны арнитин және глюкоциамин деген аминокислотадан түседі. Екінші процесс бауырда жүреді. Бауырда мынау түзілген глюкоциамин метионинмен қосылатындағаны креатин және гомоцистеин түзіледі. Енді осы жерге тоқталайық. Бүгінгі таңда бағана мен айтып кеттім, жалпы жүрек қан тамыр жүйесінде мынау липидтік алмасудың маңызы өте негізгі нені біз қараймыз. Ал қазіргі таңда америкалық дәрігерлер мына гомоцистеинді бақылауға дәл сол холестерин деңгейін де алу керек деп жатыр. Өйткені организмде мына гомоцистеин деңгейінің жоғарылауы ол дәл мен айтқандай қауіп факторына жатқызатын боламыз. Ертең бізге әлі келген жоқ, бір 5-10 жылдан кейін. Қараңыздар, мына жерде метионин мен гомоцистеин екеуі дос. Ана-анелестікті болады. Неге? Өйткені ол бір-біріне ауысалады. Қараңыз. Гомоцистеин түсілді ғой. Ол метионинге ауысалады. Метионин қайттан гомоцистеинге ауысалады. Мынаған. Екеуі дос. Енді мынаның организмде жоғарылап кетсе, оны гипергомоцистеинемия деп атаймыз. Ол деген сөз не? Логикамыз іске қосайық, қараңыздар. Значит, метионин мынаған айналмай жатыр деген сөз. Жоқ? Кешіріңіздер. Мынаған айналмай жатыр деген сөз. Мына жоғарылап жатыр ғой. Значит, мынаған айналмай жатыр. Метионинға. Мынаның деңгейі жоғарылап жатыр деген сөз. Енді қараңыздар, бұған айналуын белсендіретін ол B9-ның витаминдері. Именно B6, B9, B12. Қазір қызық көрсеңіздер болады, мына жерде каталог жоқ екен. Именно кардиохелптың құрамында B6, B9, B12 бар. Неге? Өйткені бізде мынаған тез айналдыруымыз керек. Мынаны жоғарылатпауымыз керек. Ал үшінші этап бізде неде жүреді? Көлденең жолақты бұлшық ет тінінде жүреді. Жүрек деп айтып қоймау қате, өйткені бізде бүкіл қаңқамыздағы бұлшық ет, ол көлденең жолақты бұлшық ет. Мен еркіме бағым жатыр ғой. Мен өзім қимылдатып жатырмын, қолымда. Егер сіздің еркіңізге бағынса, ол көлденең жолақты бұлшық ет тіні болады. Ал бірақ жүрек сіздің еркіңізге бағынбайды, ол өзі автоматты түрде жұмыс істейді. Оның да тіні көлденең жолақты, бірақ ол автоматты түрде жұмыс істейді. Өйткені оның өзінің өткізгіш жүйесі бар. Ал бірақ бағана дана түсіндірген мынау бірыңғай салалы қан тамырлар, ол бірыңғай салалы бұлшық еттер. Ол сіздің еркіңізге бағынбайды. Ол сіз қаласаңыз жиырылып, қаласаңыз үлкеймейді ғой, еркіңізге бағынбайды. Көлденең жолақты бұлшық ет тінінде жүреді, яғни мына түзілген креатинға АТФ энергиясы қосылатындағыны креатин фосфат түседі. Енді қараңыздар, Q10 не істейді? Q10 мына жерде АТФ-тің түзілуіне қатысады. АТФ-тің түзілуіне қатысады. Оның не маңызы бар енді мына креатин фосфаттың? Соншалықты. Бұл запасной энергия. Мысалға, үйіңізде, қалай түсіндірсем болады? Үйіңізде ақша бітіп қалса, мысалға, миыма келген сол, ақша бітіп қалса, бұрын запаста ұстаған нелерді тез не аласыздар, мысалға енді. Например, складтаған нені қолданасыздар. Бұл да сондай процесс. Жүректе мысалға инфаркт алып қалды, например, инфаркт. Келатқан тамырда атеросклероз глашқа жоғып қалды, уже мына бөлікке қан жетпейді. Қан жетпейді деген сөз,
қанмен глюкоза келеді. Ал глюкоза организмде АТФ түзеді, яғни энергия. Жасушаның жұмыс істеу үшін энергия қажет. Машинаның жүру үшін бензин қажет қой, ол да энергия. Күннен энергия аламыз, вот. Клетканың да жұмыс істеу үшін энергия қажет. Вот. Энергияны беретін негізі АТФ. АТФ ол бірақ тек оттегімен келеді. Ал жүрекке оттегі келмегеннен кейін, значит АТФ түзілмейді. Сол жер уже ишемия алынып жатыр, яғни некроз алып жатыр. Организмде не жүреді, ол жүрек қарап өтпейді. Складтағы энергияны ала тұрайық, пока оттегі келем дегенше. Ол складтағы энергия это креатин фосфат. Организмде жүрегіңізде егер креатин фосфат деңгейінің мөлшері қаншалықты жоғары болса, сіз инфарктқа соншалықты төтеп бере аласыз. Инфарктқа соншалықты профилактика бере аласыз. Яғни мысалға жиі естисіздер ғой, миокард инфаркт алып қалады. Бірақ мысалға, например, бізде Түркістанда болса, ол 2-3 сағатта Шымкентке дейін кардиоцентрға алып келеді. 2-3 сағат өтеді. Соның ішінде адам өліп қалмайды ғой, мысалға. Көбісі стенд қойдырады, мысалға Адриаға, вот пример, мысалға, отыр, мысалға. Неге? Өйткені мына энергия бар бізде, қосымша жүректің. Көрдіңіз ба? Егер бұл энергия болмағанда, онда оттегімен келетін энергия ғана жүрек тәуелді болып қалатын еді. Енді қараңыздар, Q10-тің бұл жердегі қызметі не болып тұр сонда? АТФ-тің түзілуіне қатысады. Яғни жасушадағы энергияның түзілуіне қатысады екен. Егер Q10 болмаса не болады? АТФ жоқ, креатиннен креатин фосфат түзілмейді. Жүректе қосымша энергия жоқ деген сөз. Так, артқа өткіз. Екінші, ол бағана энергия АТФ түзілуіне қатысады. Үшінші, антиоксиданттық қызметі бар. Келесі. Антиоксидант деген не ол? Антиоксидант деген бұл организмдегі бос радикалдарды нейтрализациялау, бейтараптау деген сөз. Ал бос радикалдардың не зияны бар организмге? Қараңыз, мынау капилляр. Бүкіл организмдегі тіндерге, жасушаларға қоректік затты беретін жер мынау. Көрдіңіз ба? Мелкий, сіздің шашыңыздан қанша есе ұсақ тамыр мынау. Көрдіңіз ба? Вот қараңыз, қалып тұрғандай эритроциттер келеді, и мына тікан жасушаларға керекті оттегі, қоректік затты береді. Ол жақта қалды затты өзіне сіңіріп алады. Бұл қалып тұрғандай. Ал енді бос радикалдар не істейді? Бос радикалдар капиллярлардың мына қабырғасын қалыңдатады. Көрдіңіз ба? Қалыңдатады. Ол не үшін қалыңдатады? Өйткені мына жерде воспаление, яғни қабынулық процесін туғызады. Бізде қабынулық процестің 5 белгісі бар. Біріншісі ісіну, міне ісініп жатыр. Көрдіңіз ба? Екіншісі қызару, мысалы бір жерінің соғылғасыңыз қызарады ғой. И сол жерде не істейді? Температурасы жоғарылайды. Үшінші температурасын жоғарылауы. Төртінші функциясын бұзылуы. Яғни сол жерде функция уже бұрынғыдай болмайды. Бесінші белгі қандай? Белгілер? Бесінші белгісі бар, оны кейін не беремін. Вот қараңыздар, қалың тамыр несі не қылды? Қалыңдады и эритроциттердің несі кіруі нашарлап жатыр. Бұл деген сөз не? Тіндерге қоректік затты беру, алу деген процесс төмендеп жатыр деген сөз. Вот біздегі барлық ненің источнигі осы. Яғни микроциркуляция бұзылады. Жасушаға келетін энергия жоқ, жасушаға келетін оттегі төмендеген, жасуша бұрынғыда жұмыс атқармайды. Жасуша бұрынғыда жұмыс атқармайды деген сөз ол не? Тін бұрынғыда жұмыс атқармайды. Ткан. Ткан жұмыс атқармайды деген сөз ол орган жұмыс атқармайды бұрынғыда. Орган жұмыс атқармайды деген сөз ол жүйе жұмыс атқармайды деген сөз. Міне, барлық нәрсені біз клетка деңгейінде қарастыруымыз керек. Ал енді антиоксиданттық қызмет деген мынау коэнзим 10-тің, яғни нутрокю-10-тің. Вот именно мына жердегі бағанағы бос радикалдардың туғызып тұрған воспалениясын бейтараптайды, бос радикалдарды воспаление қайтады, микроциркуляция жақсы. Міне, біз енді қорытындылайық, құрметті көрермендер, осы бүгінгіне қатысқан барлық нелерімізді ортаға шақырайық. Дана, келіңіздер. Сұрақтар бар ма жалпы? Сұрақтар? Сұрақ бұлай экспертиза өткізілді. Міне ауырған адам диагноз көрсетеді ғой. Мен ауырғым бар дейді. Осыны пайдаланды, 2 ай, 3 ай, 4 ай. Қайтадан соны шығарды. Сен диагнозын ауыстырды.
bir адамдыкы сондай. Сонда андай лабораториялық көрсеткіштермен ба? Ал өзүнүн айтып атты ғой көбүнө. Соны дәлелдеу керек, иә? Мен ауырдым, іштім, таза болдым. Ол сөз. Ауырған адам кезде көрсетті ғой диагнозын қағазға. Ертең іш болған екен, тағы көрсетті.